Сәлеметсіздер ме, құрметті 9-шы сынып оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз география пәні бойынша білім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын орындайтын боламыз. Ең алдымен арнама тіркеліп, және де лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізде жалпы бөлім экономикалық география бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Бізде жалпы 4-ші тоқсанның ең алғашқы ПЖВ-сы. Ал енді тапсырманы орындайық. Өзіңіз тұрған қаланың инновациялық инфрақұрылымының жағдайын салыстырмалы түрде талдаңыз деп берілген. Көлік желілері, бұл бізде бұрын көліктер өте аз және көліктер ескі болатын, автобустар саны санаулы өте аз болған, көліктер жалпы көліктер қатты дамымаған, сол кездің көліктері. Ал қазір енді көліктерге ешқандай шектеу жоқ. Сол себептен қазіргі заманда көліктер өте көп. Енді қазір дегенді айтып кетейін. Қазіргі кезде көліктер дамыған соң, көлік түрлері өте көп. Халыққа қызмет ететін автобустар саны да артты. Транспорттар дамыды. Дамыту болашағына ұсыныңыз деген. Бұл жерге енді мен былай жазған болатынмын. Болашақта көлік саласын дамыту қажетпіз. Халыққа қызмет ететін автобустарды көбейтуіміз керек деп жазып кеткен болатынмын. Келесі, денсаулық сақтау және білім беру. Бұрын медицина саласында аппараттар өте аз болған, мектептер ескі болды, заманауи аппараттар өте аз болды. Қазір денсаулық сақтау және білім беру жаңаруда. Медицина саласында оң өзгерістер болып жатыр. Заманауи аппараттар өте көп. Мектептер жаңаруда. Жаңа аппараттардың арқасында білім беру жеңілдеді. Бұл айтқанда интерактивті тақта болады, мысалға, компьютерлер болады, электронды заттар болады. Қазір соның арқасында жақсы бізде дамып келуде осы білім беру саласында. Халыққа қызмет ететін ауруханалар мен мектептерді көптеп ашуымыз қажет. Бұл бізде дамыту болашағына ұсынысымыз. Келесі, су құбырлары мен канализация. Бұрынғы құбырлар сапасы жағынан нашар болған. Суды жиі өшіріп отырған. Су мәселесі жиі болған. Бұл бұрын. Қазіргі таңда суға ешқандай шектеу жоқ. Қай уақытта пайдаланам десең, сол уақытта пайдалана бересің. Қазіргі су барлық адамға қолжетімді. Ал ұсынысымыз жалпы суды тазартып, құбырларды бірнеше жылдардан кейін алмастырып отыру қажет. Өйткені бізде көбінесе құбырларда, жалпы тазаланбаған құбырларда алмастырылмаған жалпы дат пайда болады. Сол даттың кесірінен біз лас ауыз суын ішеміз. Сол себептен уақытылы құбырларды да алмастырып отыруымыз қажет. Электр желілері. Көптеген жерлерде электр тоғы уақытымен ғана берілген. Қазіргі таңда электр тоғын шектеусіз пайдалануға болады. Кез келген уақытта электр тоғы қолжетімді. Келесі ұсынысым, кейбір ауылдық жерлерде электр тоғы жеткіліксіз болып жатыр. Сол жақтарды дамыту керек деп жазасыздар. Мана мен не үшін су құбырларын дат түзету дедім. Әрине бұның өзіндік жалпы себептер бар. Кей жерлерде әрине суды тазартқанымен кейбір кішкене ғана лас сулар болады. Енді қатты лас емес, қалай айтсам болады екен, кішкентай түйіршік тас сияқты болып қалады ғой. Сондай сияқтылар даттанады. Сол себептен алмастырып отыру қажет деп мен өзім айтып кеткен болатынмын. Сіздерде ой болып жатса, не себепті даттанады деген секілді. Мысалға, өздеріңіз байқағандарыңыздай, мысалға, шайнек қайнатқаннан кейін
сіз өздеріңіз сумен мысалға суды пайдаланып болғаннан кейін іштерінен қарасаңыздар таттар болады. Ал кейбір осындай жалпы кейбір үйлерде жалпы осындай фильтр болады ғой, соның арқасында бұндай даттар болмайды. Сол себептен құбырларды жалпы алмастырып отырған дұрыс деп мен осы жерге жалпы қосып жазып кеткен болатынмын, егер түсінбей жатқан болсаңыздар. Келесі екінші тапсырма, отын энергетикасы, мұнай өнеркәсібін жоспар бойынша сипаттаңыз деп берілген. Орналасқан жері бұл бізде Жаңаөзен, Қызылорда, Тараз, Ақтөбе, тағы да басқалары деп жазған болатынмын. Шикізат көзі мұнай, газ, көмір. Орналасу факторлары бұл бізде таулы аймақ. Еңбек ресурсымен қамтылуы бұл бізде қала халқының көбісі осы жерде жұмыс жасайды. Транспортпен қамтылуы бұл бізде темір жол арқылы және құбыр арқылы тасымалданады деп жазасыздар. Өнімді сата алу қабілеттілігі. Шиккі зат жақсы өңделгеннен сапасы жақсы болады. Осы арқылы өнімді экспорттай алуға мүмкіндігі бар. Инвесторлар болашағы бұл отын энергетикасы қазіргі кезден бастап дамыған, Қазақстанда отын энергетикасы дамыған ел деп жазасыздар. Енді бізде толық балл 10 балл. Осы 10 балдың толықтай 10 балын жинап алдық. Осы толық критерий бойынша біз сіздерге жалпы барлық жауаптарды талдап көрсетіп кеткен болатынбыз. Енді осы еңбегімді бағалап, арнама тіркеліп, және де лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда осындай БЖБ нұсқаларын сіздерге уақытылы шығарып отыратын боламын. Сол себептен каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Осы арқылы да мені жоғалтып алмайсыздар. Жалпы енді бүгін толықтай БЖБ тапсырмаларын сіздерге көрсетіп, талдап кеткен болатынмын. Сіздерге жалпы бүгін түсінікті деген ойдамын. Егер де сұрақтарыңыз болып түсінбей жатсаңыздар, төменгі комментарийға жазсаңыздар болады. Енді бүгінге осы. Сау болыңыздар.